иә, бұл жақсы келін қор болмас деген дүние менің 17 жасымда шыққан дүние еді. Ол кезде мен енді оңды солымды танымаймын, жеңгем болмаған ондай нәрсені. Бір Алланың берген құдіреті шығар, айналамнан көргенім бар, естігенім бар, соның бәрі дүниеге бір толқыныспен келген дүние болу керек. Бұл кезде біздің көріп өскен аталарымыздан, ата-анамыздан, ата-әжемізден, әке-шешелерімізден біз сыйластықты көрдік. Сол сыйластықтың арқасында ол заманда ажырасу деген болмайтын. Қазір қарап тұрсаңыз, екінің бірі, жаңағыдай сүйіп қалдым деген сөзді екінің бірі айтады да, үйлену де оңай, ажырасу да оңай. Ойлаймын, қазіргі оның барлығы тәрбиеге келіп тіреледі деп ойлаймын. Өйткені қазіргі біздің заманда екі жастың арасына түсетін ата-ана, жаңа қайын-сіңлі, қайын-бике, әке-шеше дейміз ғой, негізі түскен жері келінге жаман болсын деп айтпайды. Қыз үйден шығып кетті ма,